Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханның сәнін келтіретін әдемі салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырып отырыңыздар, және құрбыларыңызбен бөлісіп қоюларыңызға да болады. Алдымен салатымызға қажетті құрамын дайындап аламыз. Кішірек ыдысымызға соусымызды дайындап аламыз. 2 қасық зәйтүн майы, кептірілген базилик, аздап тұз және қант қосамыз. Апельсиннің болмаса мандариннің осындай сөлін сығып қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз, біздің соусымыз дайын болды. Енді піскен қызылшамыздан бастап кубиктап турап аламыз. Өте ірі де емес, ұсақ та емес, орташа көлемде турап аласыздар. Келесі қызанағымызды да дәл сондай көлемде бірдей етіп турап шығамыз. Әр қайсын бір-біріне қоспай бөлек-бөлек тарелкаларға салып отырамыз. Апельсиніміздің сыртын осылай пышақпен үзбей дөңгелетіп отырып кесіп аламыз. Қабығын тастамаңыздар, кейін бұл бізге оформлениеге керек болады. Енді қабығынан тазалап алған апельсинімізді өзінің жігімен бөліп ашып шығамыз. Қолмен ашсаңыздар ыңғайлы, және артық ақ ортасында болады ғой, соны алып тастайсыздар. Енді жаңағы тілімдердің әрқайсысын 3 бөлікке бөліп турап шығамыз. Оны да бөлек тарелкаға салып қоямыз. Дайындап қойған тарелкамызға салат жапырақтарын қолмен үзіп саламыз осылай. Және үстіне рукколамызды да саламыз. Енді үстіне соусымыздан қасықпен құйып шығамыз. Турап алған қызанағымызды қойып шығамыз. Келесі қызылшамызды қоямыз. Апельсиндарымызды да қоямыз. Кішкентай қасықтың ұшымен әр жерінен творожный сырымызды да қойып шығамыз. Үстіне қалған соусымызды құямыз. Және бальзамический крем құйып шығасыздар. Әдемі болып тұру үшін бағанағы апельсиннің қабығынан осындай гүл жасап шетіне қойып қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте жеңіл, өте тез жасалады, әрі дәмді. Міндетті түрде мерекелік дастарханға жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі пайдалы әрі оңай рецепттер салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.